Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте оңай қожықтар дайындайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттар ұн, сода, қопсытқыш, сұйық май, қант және айран керек болады. Бөлме температурасында тұрған айранымызды ыдысымызға құйып, үстінен содамызды қосып, қантымызды қосып, қант ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Және сұйық майымызды қосамыз. Алдын ала дайындап қойған ұнымызға қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Міне менің қамырым дайын. Өте жұмсақ қамыр дайын болды. Енді осы қамырымызды бірден жая беруге болады. Қамырды жайған кезде қатты жұқартып жібермеген дұрыс. Міне көріп тұрғандарыңыздай менде осындай қамыр дайын болды. Енді алдын ала дайындап қойған формаларымен кесіп шығатын боламыз. Міне мен кесіп дайындап алдым. Енді формамызға салып, қызып тұрған пеште 170 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне менің қожықтарым дайын. Ас болсын, сіздер де дайындап көріңіздер.